Мысырдан шығу. 30 тарау. Хош иісті заттарды өртеп түтету үшін ақ қараған ағашынан арнайы үстел жасады. Ол 4 бұрышты, ұзындығы мен ені 1, биіктігі 2 шынтақтан болсын. Әрі 4 бұрышының үстіңгі жағынан мүйіз сияқты шығып тұрған шошақтарымен бір тұтас жасалсын. Үстелдің бетін, бүкіл жақтаулары мен шошақтарын да саф алтынмен қаптатып, бетін айналдыра алтын ернеумен жиектет. Ернеудің астына, үстелдің қарама-қарсы екі жағына, екі-екіден алтын шығыршықтар орнат. Соларға үстелді көтеріп алып жүретін сырықтарды кіргізу керек. Сырықтар ақ қарағаннан жасалып, алтынмен қапталсын. Үстелді келісім сандығының және оның үстіндегі қақпақтың қарсы алдындағы шымылдықтың алдына қойғыз. Сол жерде мен сенімен кездесетін боламын. Харон күн сайын таңертең шамдарды реттеп дайындаған кезде, үстелдің үстінде хош иісті заттарды түтетуі керек. Ымырт жабыла шамдарды жаққан кезде де Харон сондай тартуды түтетіп ұсынуға тиіс. Бұл келер ұрпақтарыңның да жаратқан ие алдында тұрақты орындайтын түтету рәсімі. Осы үстелдің үстінде басқа ешқандай тарту, не тәңір иеге бағышталмаған, бөтен хош иісті зат, не шалынып түгелдей өртелетін құрбандық, не астық тартуын ұсынбаңдар. Сұйық тартуларда оның үстіне құймаңдар. Харон жылына 1 рет, күнәнің құнын өтеу үшін шалынған құрбандықтың қанын түтету үстелінің мүйіз тәрізді шошақтарына жағып, осылайша үстелді күнәнің арамдығынан тазартсын. Бұл рәсімді келешек ұрпақтарың да жыл сайын орындауға тиіс. Себебі түтету үстелі жаратқан иеге толықтай бағышталған ерекше киелі. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: Исраильдің ер адамдарын түгендеп санап жатқан кезде, санаққа кірген әркім өз өмір үшін жаратқан иеге жан басы салығын төлесін. Сонда олар санақтан өткенде індетпен жазаланбайды. Санақтан өтіп жатқан әр адам салмағы 1/2 мысқал күмісті жаратқан иеге тарту ретінде бағыштасын. Мұндағы мысқал салмағы 20 герахтан тұратын, киелі орында қолданылатын ресми өлшем. Жасы 20-ға толған, не одан асқан әрбір ер адам жаратқан иеге осындай сый тарту ұсынуға тиіс. Жан басы үшін жаратқан иеге арнап төленетін осы төлем бай үшін 1/2 мысқалдан артық болмасын. Кедей үшін одан кем де болмасын. Исраильдің ер адамдарынан жан басы салығын қабылдап, кездесу шатырының қажетіне жарат. Осылай сендердің жеке бастарың үшін төлеген осы төлемдерің жаратқан ие алдындағы естеліктерің болмақ. Содан соң жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды: жуыну рәсімі үшін қоладан қазан жасатып, қола тұғырға орнатқыз. Қазанды кездесу шатыры мен құрбандық үстелінің екі ортасына қойып, ішін суға толтырды. Осы сумен Харон мен ұлдары аяқ қолдарын жуып тазартсын. Олар кездесу шатырына кіргенде, немесе құрбандық үстелінің жанына жақындап, жаратқан иеге арналған тартуларды өртеп ұсыну қызметін атқарғанда өліп қалмаулары үшін алдымен осы тазару рәсімін орындасын. Олар аяқ қолдарын жуып тазартуға тиіс. Егер олай етпесе, өлім құшады. Бұл Харон мен оның келер ұрпақтарына арналған тұрақты ереже. Жаратқан ие Мұсаға тағы да тіл қатып былай деді: өзің ең таңдаулы хош иісті мына нәрселерді, сұйық мүр шайырынан 500 мысқал, жұпар иісті дәм қабық пен хош иісті қамыс тамырының өзегін 250 мысқалдан, яғни мүр шайырының 1/2 мөлшерінен дайындап ал. Бұларға дәм қабық ағашының кептірілген гүлдерінен 500 мысқалда қос. Осы мөлшерлер киелі орында қолданылатын ресми өлшем бойынша болсын. Және 15 қадақ зәйтүн майын да ал.
киелі шатырдағы қызметке кіріскен кезде адамдар мен заттарға май жағу рәсімін жасау үшін арнайы шеберлер бұл заттарды келіде түйіп, араластырып, хош иісті май қоспасын дайындасын. Осы қоспаны кездесу шатыры мен келісім сандығына, үстел мен оған қатысты ыдыстарға, шам қойғыш пен оған қажетті бұйымдарға, түтету үстеліне, құрбандық өртелетін үстел мен оның құрал саймандарына, және жуынатын қазан мен тұғырына май жағу рәсімін жасағанда қолдан. Солай етіп, осы аталғандарды маған түгелдей бағышта. Олар ерекше киелі болады. Соларға жанасқан әр нәрсе және әрбір адамда маған бағышталып, меншігіме айналады. Харон мен ұлдарына да май жағу рәсімін орындап, оларды менің қызметіме бағыштап, өзімнің діни қызметкерлерім етіп тағайында. Израиль халқына мына сөздерімді жеткіз. Тағайындау рәсіміне арналған бұл май қоспасы маған ғана арналған. Келер ұрпақтарыңда оны тек осылай қолдануға тиіс. Осы хош иісті май қоспасын басқа адамдардың денесіне жағуға да, өздеріңе қолдану үшін сондай құрамдағы қоспаны жасауға да болмайды. Ол тек маған ғана арналған. Оны киелі деп санаңдар. Кімде-кім осындай май қоспасын өзі жасайтын болса, немесе қолдануға болмайтын басқа біреуге жақса, сол адамды халқының арасынан аластау қажет. Жаратқан ие Мұсаға тағы мынаны бұйырды. Әрқайсысынан бірдей мөлшерде етіп, мынадай хош иісті заттарды дайындап ал. Жұпар иісті шайыр тамшылары, қабыршақ, халбан шайыры, хош иісті дәмдеуіштер және таза ладан шайыры. Осы хош иісті заттардың әрбіреуінен бірдей мөлшерде ал. Арнайы шеберлерге солардан жұпар иісті түтету қоспасын жасат. Ол тұзбен араластырылып, таза да киелі болсын. Түтету қоспасының біразын ұнтақтап, кездесу шатырының ішіне, мен өзіңмен кездесіп, саған сөзімді арнайтын орынға, яғни келісім сандығының қарсы алдына қой. Оны тек маған ғана бағышталған ерекше киелі деп есептеңдер. Осындай құрамда өздеріңе хош иісті түтету қоспасын жасамаңдар. Оны жалғыз жаратқан иеге ғана бағышталған киелі деп санаңдар. Кімде-кім өзі үшін түтетуге осындай қоспаны жасаса, сол халқының арасынан аластатылуға тиіс.